Хей, сәлем достар, сізбен бірге қалам арнасы. Достар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қалай өткізіп жатсыздар жаңа жылды? Жақсы шығар деген ойдамын. Достар, білем, сіздер мен арнамда анимацияларды күтіп қалған шығарсыздар. Бірақ достар, менің қолым соңғы кезде мүлдем босамай кетті. Мен бүкіл күшімді соңғы кездері бірінші арнама бөліп кеттім. Сол себепті осы арнада анимациялар жиі шықпай кетті. Бірақ сіздер уайымдамаңыздар, өйткені келесі жылы осы арнада көбірек керемет анимациялар шығаруға тырысатын боламын. Сонымен қатар белгісіз сияқты жаңа мультсериалдар шығаратын ойым бар. Айтпақшы, белгісіздің 4-ші бөлімі қазір жасалуда. Міне бір кадрын сіздерге көрсетіп отырмын. Күтіңіздер және арнаға жазыла беріңіздер. Анимация деген өте сирек, бірақ қызықты контент деп ойлаймын. Ал достар, енді мен сіздерге қалам арнасына 1 жыл болғанын айтқым келіп отыр. Соған орай бүгінгі видеода арнадағы бүкіл оқиғаларды бір видеоға біріктіріп, оқиғалар жинағын көретін боламыз. Ал шайларыңызды, тәтті тағамдарыңызды әкеліңіздер, біз бастаймыз. Салам, сіздермен бірге қалам, яғни қалам арнасы. Ал менің атым Нұрлан. Айтпақшы достар, келе жатқан жаңа жылдарымен мен осы мульт арқылы сіздерге жаңа жылдық көңіл күй сыйлағым келіп тұр. Ол үшін бізге не керек? Әрине бұл шырша және жайлы үй мен камин. Жоқ, тоқтаңдаршы, бірден жетіспей тұрған сияқты. Әрине, жаңа жылдық өлең. Міне енді шынымен де жайлы сияқты. Енді достар, мен сіздерге өзімнің жалпы жаңа жылды қалай өткізетінді айтқым келіп отыр. Жалпы мен жаңа жыл мерекесін ұнатамын. Әсіресе кішкентай кезімде қатты ұнаттым. Өйткені ол кезде жаңа жылдық атмосфера ерекше болды. Мысалы, ол кезде менің есімде бар, қар кәдімгідей үлкен болып жабатын болды. Біз әрине күні бойы далада ойнап, аққала жасайтын болдық. Айтпақшы, ол кездерде интернет дегенде ешкім білмейді. Барлық қызықты мультфильмдер, фильмдер барлығы теледидардан көретін болдық. Жаңа жылға жақындағанда теледидардан өте керемет неше түрлі қызықты мультфильмдер, фильмдер көрсететін болды. Әрине барлық фильмдер мен мультфильмдер жаңа жылға қатысы болды. Ал кешке қарай хлопушка ататын болдық балдармен. Лайк егерде есінде болса. Шынымен де қызық сәттер ғой. Ал кешке қарай отбасымен жиналып өте керемет стол жасап, шыршаны безендіріп, теледидардан «Один дома» фильмін қарап, өте керемет қылып, жаңа жылды өткізетін болдық. Сонда әрине салют ататын болдық. В общем, жаңа жылды керемет, көңілді етіп өткізетін болдық. Маған сол себепті жаңа жыл әрқашанда жақсы көңіл күймен байланысты болды. Бірақ уақыт өте жаңа жыл жылдан сайын керемет болуын қойды. Өйткені жыл сайын өскен сайын әрбір күнді сыйлай бастайсың. Және жаңа жыл дейтін бұл жалпы басқа күндерден ешқандай айырмашылығы жоқ. Сонымен қатар жаңа жыл өскен сайын қатты қызық емес болып кетеді. Шынына керек, мен жаңа жылда тек осы заттар үшін қуанамын. Біріншісі бұл демалыс, екіншісі бұл керемет тағамдар, үшіншісі және бұл достарымен, отбасымен керемет отырыс үшін. Жалпы осы айтқанымда жаңа жылдық көңіл күй сыйлауға көмегін тигізетін шығар деген ойдамын. Ал осымен аяқтаймын бұл мультті. Егер саған осындай мультиктер ұнаса, неге арнаға тіркелмеске? Бұл арнада енді осындай мультиктер жиі шығып тұрады. Сол үшін тіркел, лайк бас және сау бол. Жаңа жыл, жаңа арна. Иә достар, видеоның атауында жазылғандай, мен официант болып көргенмін. Бірақ ол 3 жыл бұрын болған оқиға. Жалпы мен сол жұмысты тек қана 2 аптадай жасадым. Әрі қарай штабым жетпей қалды деп айтсам да болады. В общем, достар, сіздерге бүгін мен официант болғандағы оқиғамды айтқым келіп отыр. Айтқанымдай, бұл оқиға 3 жыл бұрын болды. Атыраудың атақты мейрамханаларының бірінде. Сол 3 жыл бұрын менде жұмыс жасағым келіп, ақша табам деген оймен сол мейрамханаға жұмысқа кірген болатынмын. Мені әрине сол жұмысқа алған болатын және барлық официанттық қызметтермен таныстырған болатын. Жұмыс мен түсінгенімше аптасына 3-4 рет болады. Әрине бұның бәрі тойлардың болуына байланысты. Есімде бар, жұмыс түс қайта 2-лерде басталса, түнгі 4-5-ке дейін созылатын болды. Ал бұл әрине оңай емес. Өйткені сағат 4-те сенің дымың қалмайды. Ұйқың келіп, шаршап, ана тойдағы музыкадан басын ауырып, тыныш үйге барып ұйықтауды армандап отырасың. Сонымен қатар бізде официанттарда біздің типі бастық официантымыз болды. Ол кісі біздің жұмыс жасағанымызды қадағалап, дұрыс жасамасан айқайлай беретін болды. Шын айтсам, мен сөйлескен официанттардың көпшілігі сол бастықты ұнатпайтын. Өйткені ол өзінше болып көрінді маған да және басқа официанттарға. Сонымен қатар оның мінезі өте қызық болды. Сөйлегені де, қозғалысы да әйел сияқты болды деп айтсам болады. Шыны керек, сол әйел сияқты болып жүрген қылықтары жаман құрыстыртатын болды. Жақсы, әйел сияқты жүре берсін, бірақ үйші саған сөйлей береді, ол қатысы жоқ айқайлап. Түрі тұрған паника, бірдеңе болса паника, жүгіріп жүреді бәріне сөйлеп. Көбісі сол адамға әйтеуір ақша алғасын шыдап жүреді екен. Сол зарплатасы да ондай көп емес.
бір күн бойы пахаттесің, соңында тек қана 3000 ба 4000 аласың. Әрине мен мұндай қылықтарға шыдай алмаймын. Сонымен қатар бұл жұмыс өте алыс болды мен үйімнен. Сол үшін мен шыдай алмай жұмысқа бармай қалдым. Ал одан кейін түсінікті ғой не болғанын. Жұмыстан солай шықтым десем де болады. Жалпы официант жұмысы былайда маған өте қиын болып көрінді. Өйткені адамдарға тамақ беріп, обслуживать ету, яғни қызмет ету оңай емес. Бізде есімде бар әр қашанда бірдеңе жетіспей қала беретін болды. Ал адамдар сол заттарды қайта-қайта сұрай беретін болды. Сол себепті сол адамдардың айтқан заттарын алып келу үшін жүгіріп жүретін болдық сол заттарды іздеп. Ал егер де жоқ деп айтсан адамға, ол тағы сөйлей бастайды. Болды әрине кейбір жақсы адамдар көп ештеңе сұрамайтындар. Бірақ мен қызмет еткен столдарда клиент сондай сұрай беретін адамдар кездесті маған. Есімде бар, біреуіне манты сияқты тағамды салып отырғанда, қолымнан тағам түсіп кетіп, ол адамның тарелкесіне құлап, шашылып қалды. Ана адамның реакциясын айтсаңдаршы. В общем, мені рукожоп деп айтуыңызға да болады. Кішкене салақсыздау болдым. Білмеймін, бәлкім бірінші рет жасағасын болар. Жалпы официант болуға да тәжірибе керек екен. Яғни барлық жұмысқа да тәжірибе керек екенін түсіндім. Міне осындай жұмысты да жасап көрдім. Жалпы официант болғанда көптеген қызықты, трэш оқиғалар көп болды. Достар, бүгін сіздерді тағы жаңа оқиға күтіп отыр. Мына жолы бұл операциямен байланысты. В общем, бұл шамамен 10 жыл бұрын ауылда болған оқиға. Жалпы мен кішкентай кезінде ауылға барғанын ұнататынмын. Өйткені өзім ауылда туғанмын, және жақындарының 10% осы жерде тұрады. Ал Атырауға мен 2004 жылы жасым 5-те болғанда отбасымен көшіп келдім. Операция оқиғасы болған кезде мен Атырауда тұрып жатырдым. Алайда ауылға жақындарының үйіне келген болатынмын. В общем, бір күні ауылда жүргенде біз барлығымыз жиналып обед ішіп бастаймыз. Кәдімгі қарапайым тағам, ешқандай ерекшелігі жоқ. Мен тамаққа тойып алған кезде жақыным маған тағы тарелкеме тағам салып же деп айтты. Әрине мен ренжіткім келмей тағамды толықтай жеп тастадым. Міне осыдан кейін мен ішім кәдімгідей ауыра бастады. Әрине обедтен кейін сразу ауырған жоқ. Бұл оқиға түс қайта ұйықтап алайын деп жатқан кезде ғана басталды. В общем, ішім кәдімгідей ауырды ғой, ішіме пышақ тыққандай сезімде болдым. Бірақ мен пышақ тыққандағы сезімді қайдан білем? Осылай түс қайтадан түнге дейін ішім өлтіріп жаман ауыртты. Жақындарым және мен де бұл уақытша ауру деп ойладық. Қазір кішкен соң кетеді деп ойладық. Солай отырғанда таңда болды. Есімде бар, түнімен ұйықтай алмай құсып әлсіз болып жатырғаным. Бұл өте қиын кезең болды. Таңертең мен әлі ауыр жатырғанымды көрген жақындарым мені емханаға апаруды жөн көрді. Емханада дәрігерлердің айтуынша менде соқыршек. Яғни маған ішке операция міндетті түрде жасау қажет. Шынына керек, мен өлуіме сәл қалыпты. Егерде кішкене кейін апарғанда ішімнің соқыршегі жарылып кетейін депті. В общем, өлім аузында болыппын. Мен сол операция болып жатырғанда мүлдем білмедім осы ауруым туралы. Өйткені маған ештеңе айтпады сол кезде. Білмеймін, бәлкім жақындарым уайымдамасын деген шығар. Мен операция болғаннан кейін, ұйқыдан тұрғаннан кейін ғана соқыршек екенімді естідім. Шын айтсам, шамалы шокта болдым. Тұрайын десем, тұра алмай отырдым. Денем мүлдем әлсіреп қалыпты. Осылай әлсіреп 1-2 күнде жатқан болатынмын. Алайда іштегі дәрігерлер маған күні бойы жатпай, күн сайын кішкене болсын емхананың ішінде жүрсін, қозғалсын деді. Солай сенің қаның жүріп денсаулығың жақсарады деген. Солай мен барынша күн сайын емхананың коридорларында анда-мында жүретін болдым. Сәл кішкене болсын тезірек жүрсен, ішің кәдімгідей ауыратын болды. Сол себепті жүргенім тасбақаның жүргенімен бірдей болды деп айта аламын. Бір аптадан кейін мені дәрігерлер босатып жіберді. Өйткені оған дейін мен денсаулығым жақсарып, енді қалған емімді үйден алатын болдым. Негізі көбісі 2 аптада емделеді емханада. Алайда мен өлгенше ішім пысты емханада. Сол себепті шыдай алмай соңында бір аптадан кейін жалынып үйге кетіп қалдым. Міне осындай оқиғалар. Бәріне сәлем. Бүгін мен сендерге өзімнің өмірімдегі кішкентай кезде болған қорқынышты оқиға туралы айтатын боламын. Сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Сол үшін лайктарыңызды дайындаңдар және шейларыңызды дайындап қойыңыздар. Ал оқиғаға кеттік. Кішкентай кезімде шамамен 10 жаста болғанда мен жиі үйде өзім қалатын болдым. Өйткені ата-аналарым жұмысқа кетіп қала беретін болды. Бір күні маған апам тәжіктер туралы айтқан болатын. Егер де білмесеңіздер, кезінде біздің қалада тәжіктер деген ұлт болған. Ол адамдардың жататын жері болмаған. Сол себепті далада тұрып адамдардан ақша, тамақ сұрайтын болды. Түрлері әбіржіп кеткен, ал денесі қап-қара болып кеткен. В общем, түрлері өте қорқынышты болды. Шынына керек, достар, тәжіктерге менің ешқандай қарсым жоқ. Бәлкім ол елде қазір бәрі жақсы шығар. Бірақ сол кезде тәжіктер өте қорқынышты болды, әсіресе Қазақстанда. Білмеймін, бәлкім маған тек сондайлар түскен болар. Негізі кезінде көбі қазақтар тәжіктерді ұнатпайтын болды. Ал мен апамның айтуы бойынша тәжіктер балаларды ұрлап өздерінің қатарына қосып алады деген.
В общем, апам барынша маған тәжіктер туралы өте қорқынышты ақпараттар айтқан болатын. И осының бәрін естіп алғаннан кейін мен бір күні үйде әдеттегідей өзім қаламын. Ата-аналарым әдеттегідей жұмысқа кетіп қалады. Ал мен болсам үйде өзім болып, өзім шаруалармен айналысып отырамын. Бір кезде есік соғылады. Мен әрине есіктің соққанын естіп, сол жаққа аттана бастаймын. Маған қорқынышты ола бастайды. Бәлкім тәжіктер шығар деп ойлап отырамын. Сосын кішкене ойланып, қой жоқ, олар емес шығар деп, есікке бұл кім деп айқайлаймын. Ешқандай жауап келмейді. Мен одан сайын қорқа бастаймын. Есік тағы соғылады. Мен тағы сұраймын. Бұл кім деп? Тағы жауап келмейді. Соңында қолыма шыбын өлтіретін шапалақты алып, есікті ашамын. Есікті ашсам, апам айтқан тәжікті көремін. Оны көргенмен зәрем ұшып, қолымдағы шапалақпен тәжікті қуып жіберіп, есікті жауып күтіп аламын. Зәрем кәдімгідей ұшты ғой. Бірақ андайдан кейін мен емес, керісінше тәжік қорқып кеткен сияқты. В общем, ешқандай есік бұдан кейін соғылмайды. Ал мен болсам, бөлмеме барып ұйқыны соғамын. Міне достар, осындай қызықты оқиға. Иә, оқиға қорқынышты емес, керісінше күлкілі болған сияқты. Бұл оқиға шынымен де мен өмірімде болған. Сол себепті лайктарыңызды басыңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге өзімнің алғашқы қызым туралы айтатын боламын. Иә, ол дейтін баяғыда оқушы болған кезде мектепте болған оқиға. Ол кезде достар, мен білмеймін шынымен де қай сыныпта оқығанымды, шамамен бір 5-6 сыныптар. Жақсы, ол қатты маңызды емес. Маңыздысы қандай қыз және кім қыз деп сұрап отырған боларсыздар. Аса көп ойланып керегі жоқ. Сол өзінің оқыған сыныбымдағы қызбен жүрдім. Егер де әрине жүрдім деп айтуға болса. В общем, ол кезде біз әрине баламыз. Не жасап отырғанымызды өзіміз де білмейміз. Бәріңіз де білетін шығарсыздар, мектепте оқушылар бір-бірін шиперит еткенді ұнатады. Шиперит дегеніміз яғни оқушылардың бір-бірін қосуды айтады. Білмеймін не екенін, бірақ мен класстастарым ылғи мені бір қызбен қосатын болды. Достар маған ылғи айтатын: жүріп алсайшы мына қызбен деген сияқты. Мен де көп ойланбай, неге жүріп алмасқа деп сол қызға сөз берген болатынмын. Әрине сөз берген кезде түрім кәдімгідей қара бет болды ғой. В общем, қыз көп ойланам деді. Балдар маған айтқан болатын: қыздар сөз бергеннен кейін сразу қабылдамайды деп. Оған уақыт керек деп. Мен тұрдым да, окей, жақсы күте тұрайын. Келесі күні қыздан я деген жауап келді. Достардың реакциясы мынандай болды. Oh my. В общем, біз жүре бастадық. Мектептен шыққанда мен оны үйіне дейін апарып тастайтын болдым. Бір күні мектептен шығып бара жатқанда, Әлшер деген досым маған айтатын: неге сен қызыны бірден алып бермейсің деп. Ал мен болсам ол кезде бомжмын. Негізі қазір де бомжмын. Короче, қалтамда дым тиын жоқ болды ғой. Бірақ Әлшер деген досым тиын беріп мені құтқарып қалды ғой. Әлшерге мың алғыс. Мен сол тиындарды алып қызыма мороженое алып берген болатынмын. Үйіне дейін әңгіме айтып шығарып саламын. Бірақ достар, бұл қарым-қатынастар ұзаққа дейін бармайды. Шамамен бір 2 аптадан кейін біздің қарым-қатынасымыз өз аяғына жетеді. Бала болғасын, қызға деген қызығушылық аса болмағасын ба, немесе мен әлі дайын болмағасын ба, немесе қызда да тоже дайын болмағасын ба, біз қарым-қатынасымызды қоя тұруды шешеміз. Одан кейін қосылмаймыз да. Өйткені шын мәнінде біз бір-бірімізді ондай қатты ұнатпаймыз екен. Ал достар, енді сіздердің кезектеріңіз, сіздер енді өздеріңіздің қарым-қатынастарын жазыңыздар. Қыздар болсаңыздар, балдармен жүргендерін жазыңыздар. Балдар болсаңыз, қызбен жүргендерін жазыңыздар. Ал гей лесбиянка болсаңыздар, онда не етіп кеттім әше. В общем, комментарийға жазамыз. Ең қызығын прикрепить етіп қоямын. Достар, сіздерге менің бала кезімдегі қорқынышты оқиғам ұнап қалыпты. Мульт жақсы просмотрлар мен лайк жинапты. Ал сіздерге ұнаса, онда әрине жалғастырамыз. Мына жолы шамамен 3 жыл бұрын болған оқиғаны есіме түсірдім. В общем, сіздер алдыңғы оқиғадан кейін білетін шығарсыздар менің жиі үйде өзім қалатынымды. Бәрі баяғыша жұмысқа кетіп қалады, ал мен болсам өзім жалғыз қаламын. 3 жыл бұрын мен студент болдым. Жасым 18-де болды. Қорқатын жастан кеткен уақыттар ғой. Сол кездері мен көптеген ужастиктер, хоррор фильмдерді көп қарайтын болдым. Және өзімше ештеңеден қорықпаймын деп ойладым. Бірақ бір күні ата-аналарым бәрі бір алыс жерге кетіп қалады. Олар келесі күні оралатын болып шығады. Мен болсам әрине қуанамын. Өйткені үйде ешкім болмаса видео түсіремін, немесе тағы да басқа өзіме қызықты заттармен айналысамын. В общем, ата-аналарым кетіп қалады, ал мен болсам үйде жалғыз қаламын. Компьютерде отырамын рахаттанып, бір мезгілде свет сөніп қалады. Мен әрине мұндай бұрылысты мүлдем күтпедім. Қайдан свет сөніп қалды, қатысы жоқ деп отырамын. Сол уақытта сағат түнгі 10-ға жақын шығар. Үй кәдімгідей қараңғыға айналады, ештеңе көрінбей кетеді. Кішкене қорқа бастаймын. Сағат түнгі 10, жалғыз үйдемін, үйше свет жоқ, бәрі тып-тыныш болып кетеді. Маған әрине бұл ұнамайды. Мен сразу кухня жаққа барып шамды іздей бастаймын, бірақ таба алмаймын ақыры.
телефонда сөніп қалады ғой, сол уақытта жағайын десем. Бір уақытта не істерімді білмей көкнеде отырамын. Қатты жоқ есік алды жағынан бір дыбыстар естіле бастайды. Мен болсам одан сайын қорқа бастаймын. Бірақ енді уже жігіт болғасын паникаға ұшырамаймын. Жай сәл қорқыныш болады. Ақыры есік алдына бармаймын. Не болса да өзі келсін деп. В общем, бір дыбыстар естіле бастайды. Біреу жүрген секілді болады. Ал одан кейін мен елес көргендей боламын. Шын айтам, коридордан бір елес көргендей боламын. Бұның бәрі ұзақ созылады. Мен жарып болып кете жаздаймын. И сонымда свет қосылады. Мен әрине болған өте қуанамын. Ешқандай қорқынышсыз заттар свет қосылғаннан кейін байқалмай кетеді. Міне достар, осындай оқиға сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Ал ұнаса, әрине не істейтіндеріңізді сіздер білесіздер. Лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің қорқынышты оқиғаларыңызды. Ең күшті қорқынышты оқиғаны әрине біз прикрепить етіп қоямыз. Сәлем достар, сіздермен Қалам арнасы. Ал менің атым Нұрлан Қаламов. Достар, бүгін көріп отырғаныңыздай Draw My Life деген форматта видео болады. Яғни мен сурет салу арқылы сіздерге өз өмірімді айтатын боламын. Ал кеттік. 1998 жылдың 12 қарашасында Нұрлан деген бала дүниеге келеді. Сол кезде Нұрлан Балғынбаев деген өте атақты адам болған және соның атына мені қойды. Шын айтсам, мен ол адамға мүлдем ұқсамайтын сияқтымын. Бірақ ол адам сияқты үлкен жетістіктерге жеткім келеді. Кішкентайымда мен өте томпақ болғанымды білем. Даже аға менің қасымда арықтау көрінді. Ол кезде біздер отбасымен Индер деген ауылда тұрғанбыз. Қазіргі уақытта Индерде 30 мыңдай жуық адам тұрады. Иә, бұл кішкентай жайлы ауыл. Маған Индерде тұрған шынымен де ұнап жүрді. Бірақ 2004 жылы біздер Индерден Атырау қаласына көшіп кетеміз. Егер де білмесеңіздер, Индер мен Атыраудың арасы шамамен 180 километрді құрайды. Бірден Атырауға келгеннен кейін мені ата-анам мектепке тапсырады. Мен садикке де нулевойға да бармаппын. Сразу 1 классқа түстім. Ал жасым болса 6-7-де емес, 5-те болды. Білмеймін, бәлкім ата-аналар мені Эйнштейн деп ойлаған болар. Бірақ негізінде 1 классқа 6 жастан барады. Шын айтсам, 1 класста оқу маған ұнамады. Өйткені оған дейін осындай жерлерге баруды үйренбегесін, маған көбінесе үйде ойнап жүрген ұнаған. Бірақ уақыт өте 3 классқа қарай мектеп маған керісінше ұнай бастайды. Өйткені біздің сынып шын мәнінде өте көңілді қызықты адамдар екен. Олармен ешқашан ішім пыспайды. Сонымен қатар 3 класста менің жан досым пайда болды. Сіздер оны білуіңіз де мүмкін. Иә, ол Әлшер. Біздер бір-бірімізбен жақсы сөйлесіп кеттік. Сонымен қатар қызығушылығымыз да бірдей болды. Мектепке бару маған ұнай бастады. Сонымен қатар маған ұнаған сабақтар да болды. Бұлар сурет сабағы, ағылшын және информатика. Информатика сабағында біздер компьютерлермен CS 1.6 ойнайтын едік. Әрине апай болмаған кезде. Қызық кездер ғой. Кішкентай кезімнен мен сурет салған ұнататынмын. Даже өзінің көптеген комикстарым болған. Мектепте де көп салатынмын. Қоңырауда, даже арасына іш пыстырып отыратын сабақта мен тығылып комикстарым жасайтын болдым. Кейін Әлшерде қызығып, ода комикс салып кетті. Біз екеуміз бірге комикс жасап, бір-бірімізге көрсететін болды. Мектепте менің комикстарымды оқитын сыныптастарым да болды. Комиксымның әрбір сериясын күтіп отырған достарым да болды. Көріп тұрсыздар ғой, даже сол кезде менің көрермендерім болды. Ал бір кездері даже маған біреу комиксқа заказ берген болатын. Ол маған комикс деп берсең ақша берем деген. Солай мен оған 1-2 комиксті жасап, ақша тапқан болатынмын. Сол кезде мен өзі шағын бизнесмен болдым. Суреттен, комикстан басқа мен ата-аналарым ағылшын курсына жаздыртты. Шын айтсам, ағылшын тілі маған ұнады. Және сол кезде мен тез үйреніп алғым келді осы тілді. Өйткені кішкентай кезімнен мен бір күні шет елдерге барғым келген және бір шетел досым болғанын қаладым. Ағылшын тілі курсына барып жүргеннен кейін мен мектепте ағылшын сабағым жақсарды. Мен осы пән керек екенін сол кезде түсіндім. Сонымен қатар мен таэквондо, бокс деген спорттарға қатысқан болатынмын. Боксқа 2 жылдай қатысқан болатынмын. Бірақ шын айтсам, өзімді бокстан көрмегесін 2012 жылы бокстан шығып кетемін. Сол кезде мен YouTube'пен қатты қызығып жүрген болдым. Мен даже сол кезде каналым болды. Ішінде мен бір шағын анимациялар жасайтын болдым. Олар әлі күнге дейін бар YouTube'та, шын айтсам. Достар, егер де сіздерге қызықты болса, осы видеоға 3000 лайк жинасақ, сосын бір күні мен көрсетем сол анимацияларды. Ол анимацияларды әлі ешкім көрген жоқ. Сол 2012 жылдан 2013 жылға дейін YouTube'ты меңгеріп, неше түрлі өтірік видеолар, анимациялар жасап, кішкентай болсын тәжірибе аламын. Кейін 2013 жылда мен орысша канал ашып, YouTube'та орысша видеолар түсіре бастаймын. Ол арнада мен 160 мыңдай тіркелуші санын жинаймын.
Алайда кейін оларда да статистика жаман бола бастайды. Мен де видеоларды жиі шығармай бастаймын. Сонымен қатар видеолардың сапалары да түсіп кетеді. Сөйтіп 2018 жылы олардан тастап Нұрлан Қаламов арнасын ашамын. Бұл арнаны көпшілігіңіз білетін шығарсыздар. Мен ол арнада Майнкрафттан бастап неше түрлі форматта видео түсірдім. Let's play, влог, блог, челлендждер, скетчтар, не болмады десеш ол каналда. Ал қазір ол арнада барынша сапалы, пайдалы видеолар түсіруге тырысамын. Ол арна қазіргі уақытта шағын отпускте деп айтуға болады. Идея болған кезде, шабыт болған кезде міндетті түрде ол арнаға видео шығады. Ал осы 2020 жылы мен осы қалам арнасын ашамын. Өйткені кішкентай кезімнен анимациялар жасап, аниматор болғым келген. Ал енді осы мақсатымды жайлап орындап жатырмын. Әрине сіздердің қолдауларыңыздың арқасында, сол үшін сіздерге рахмет. Сонымен қатар 10.000 тіркелуші саны болғанына барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге 10.000 тіркелуші саны болғанда қызықты видео шығарамын деп айтқан болатынмын, және мен өз уәдемде тұрдым деп ойлаймын. Мектептегі төбелестер. Білмесеңдер, мені мектепті бітіргеніме 5 жылдай болып қалды. Бірақ мектептегі ең есте қалған оқиғалар бұлар төбелестермен байланысты. Жоқ, мені мектепті тек жаман заттармен ассоциация жасайды деп ойлап қалмаңыздар. Жоқ, мектепте де қызықты көңілді күндер өте көп болды. Бірақ бүгін біз арнайы мектептегі төбелестер жайлы айтатын боламыз. Мен ойымша бұл тақырып көпшілігіне қызық болуы керек. Егер де сіз бала болсаңыз, сіз де бәлкім мектепте төбелескен шығарсыз. Айтпақшы, мен бұл мульт арқылы ешкімді төбелеске итермелегім келіп отырған жоқ. Керісінше, мектепте төбелесу ешқашан дұрыс затқа келмейді. Соны ескеріп жүріңіздер. Ал мен өз мектебімде болған оқиғамды сіздерге айтайын. Жалпы мен мектебім туралы айтатын болсақ, ол ешқандай лицей немесе тағы басқа жоғары білім беретін мектептерге жатпаған. Бұл қарапайым мектеп болған. Ал қарапайым мектептерде тәртіп және қадағалаушылық аса қатты болмайды. Сол себепті қарапайым мектептерде неше түрлі оқушыларды кездестіруге болады. Біреулері сені жақтыртпауы мүмкін, ал біреулері сені сынауы мүмкін. Бір қызығы, мен оққан кезде 5-6 сыныптарда интернет деген әрбір адам телефонында болмаған. Телефон тұғылы адамдардың үйінде де интернет болмаған. Ал қолымызда максимум кнопочный Nokia телефондары болды. Соның өзіне де шексіз қуанатын едік. Көріп отырғаныңыздай, ол кезде интернет жоқ. Яғни оқушы уақытын қайда өткізетінін білмейді. Ал баланың ата-аналары күні бойы жұмыста болады. Кеште бір келеді. Сол себепті оқушы достарымен күні бойы жүреді. Сөйтіп жүріп біреуге де ұрынады. Ар жағы төбелеспен аяқталады. Қазір бір жақсысы интернет бар. Балдар ақылды. Қазір төбелестер біздің кезге қарағанда көп болмайды. Көп болмайды деп ойлаймын. Мен өзім жалпы ешкімге ешқашан мектепте ұрынбайтынмын. Керісінше маған біреулер келіп тиісе беретін. Білмеймін не үшін, бірақ ол кезде балдар қасына келіп, неше түрлі сұрақтар қойып адамды сынағанды жақсы көретін. Ал мен болсам ондай сұрақтарға дұрыс жауап бере алмайтынмын. Сол себепті диалогтың соңы төбелеспен аяқталатын. Төбелестен мен жақсы болдым деп те айта алмаймын. Көбіне таяқ жеп алатынмын. Бірақ ең бастысы, өзімнің де бір-екі соққымды беріп үлгеретінмін. Жеңілуімнің де себебі бар негізінде. Өйткені мен 5 жастан 1-ші сыныпқа барғасын, мен көбінен кішкентай болатынмын. Бәлкім соның кесінен көп ұтылған шығармын. Өзімнің сыныптастарыммен де бірнеше рет төбелескенмін. Өйткені олардың ішінде де өзінше болғандар болды. Менің жуас болып жүргенімді көргесін көбі өзіне көп ала бастайды. Алайда кейін мен де өз мінезімді көрсете бастағасын, олар да маған қарсы шығудан бас тартады. Сонымен қатар есімде бар. Үйге неше түрлі соққыдан алған жаралармен келгенде, анама жай ғана құлап қалдым деп айтатынмын. Білмеймін, ол кезде ананы сені ұрып кеткеніңді айтып қою позор болды. Иә, бір түрлі кездерде өмір сүрдік. Менің Әлішер деген жан досым болғанын сіздер білетін шығарсыздар. Тек сол досымен ғана біз ешқашан төбелесіп көрмегенбіз. Енді ойнап төбелескен шығармыз. Бірақ шынайы ешқашан болмаған. Шынайы болса мен оны айырып жіберетін еттім. Дейсің. Енді одан тұлсам позор енді. В общем, бұл оқиғаның түйіні төбелеспеңдер. Конфликт болып жатырса, барынша сөзбен шешуге тырысыңыздар. Сол төбелестің кесінен менде біршама комплекстер, психикалық проблемалар болды. Бірақ жақсысы денім сау. Сол себепті ешкімге ондайды тілемеймін. Төбелеспен біреуді ұрумен сіздер өздеріңді төмен көрсетесіздер. Өзінен кем, өзінен кішкентай, өзінен әлсіз адамды ұрып, сосын солмен мақтану бұл шынымен де позор. Керісінше жақсы заттар, жақсы істер мектепте көп жасаңыздар. Сол кезде ғана мақтануға болады. Ал осымен мен аяқтайын. Сау болыңыздар.